Hello, dear student. How are you? Today we have a new unit, Unit 7, at page 68, Fantasy World. Vocabulary, places in a town. It's on the page 69. Vocabulary. Сәлем құрметті оқушы, бүгін бізде жаңа бөлім, Fantasy World деген бөлім. Өздерінің суретте көріп тұрғандай, бұл ғажайып әлем, фантазиялық әлем. Бұнда vocabulary'ден бастаймыз, жаңа сөздерден. Бұл жаңа сөздерді міндетті түрде жазып, жаттап алыңдар. Өте қажет болады, көп кездесетін сөздер бұлар. Оқып, аударып берейін. Shopping center, shopping center, сауда орталығы. Museum, museum, музей. Cinema, cinema, кинотеатр. Sports stadium, sports stadium, спорт алаңы, стадионы. Bowling alley, bowling alley, bowling алаңы. Market, market, базар. Sports center, спорт центр. Skate park, skate park, сырғанайтын парк, скейтпен сырғанайтын парк. Бұнда сәйкестендіреміз. Бұл жаттығуда сөздер мен суреттерді сәйкестендіреміз. Және де тыңдап, аудио тыңдап, мұғалімдерінде болатын болса, және оны тексересіңдер, артынан. Exercise number 2, екінші жаттығуда аудио тыңдаймыз, одан кейін осы суретпен сәйкестендіріңдер деп тұр. Менде аудио болмағандықтан, аудиода мысалы шатастырып айтуым мүмкін. Мысалы былай айтама деп ойлап тұрмын. Cinema десе, сендер айтасыңдар, it is picture 4 деп. Skate park, it is picture 5 деп. Осылай болуы мүмкін. Exercise number 3, үшінші жаттығу. Бұл жерде sports center isn't in the photo дейді. Спорт центрі, орталығы фотода жоқ. Бұлда біреуі артық деген сөз. Мына жерде 7 сурет болса, 8 сөз тұр. Бұл артық сөзді тап деп тұр. Бұл артық сөз бізде sports center болып табылады. Келесі екінші тапсырманы айтып кеттім. Үшінші тапсырма. Толтырамыз мына жерде copy and complete the table with information about you. Өзін жайлы толтыр дейді. Мысалы бірінші, what's your favorite place in town? Сенің қаланда сүйікті жерің қайсысы дейді. Мысалы мына жерге sports center деп жазып қойды. Me деп тұр, ол мен деген сөз. Спорт центрін жақсы көрем деп тұр. Екінші сұрақ, how often do you go there? Спорт центріне қаншалықты жиі барасың? Once a week, аптасына бір рет. Who do you go with? Сен кіммен бірге барасың? I go with my brother. Ағаммен бірге барамын. What do you do there? Сен онда не істейсің? I skate a skateboard. Мен скейтборд тебемін. Келесі my partner деп тұр. Партнерін. Ол төртінші жаттығуда. Мысалы, төртінші жаттығуда ask and answer the question with the partner дейді. Өзінің жанында отырған жолдасына сұрақ қой. Және ол жауап берсін. Одан кейін жауап берген сөзді осы бағанға толтырасын дейді. Complete table with the partner's information дейді. My partner, мен жазып қойдым, менің досымдікі. What's your favorite place in town деп сен сұрақ қоясың досына. Досын жауап беру керек. Сол жауап берген сөздерді осы жерге толтырып жазасын. Shopping center, сауда орталығын жақсы көрем деп мысалы ретінде жазып қойдым мен. How often do you go there? Оған қаншалықты барасың? Twice a month. Аптасына 2 рет барамын. Who do you go with? Сен кіммен барасың? I go with my mom. Мамаммен барамын. What do you do there? Онда не істейсіңдер сендер? We buy necessary things for us. Біз өзімізге қажетті заттарды аламыз. Осылай жазып қойдым. Осы бірінші сабағымыз аяқталды. Лайк қойып, таратып, комментарий жазып қойыңдар. Подписаться етіп қойыңдар. Қош сау болыңдар.